Не дейсің егер 3 братишкаң тұрады да, біз транс болғымыз келеді дейді. Заңың қайшы емес оған. Болған болса бола қойсын, енді не істейсің енді. Сонда Алла айтады да, мынау біледі. Сен үшін нормально ма ол? Мен үшін не нормально. Жоқ, Сұлтан. Алла мен сөйлесу керек болса, мен мешітке бара қояйын, сенімен сөйлеспей ақ қойын Сұлтан. Мен сенімен сөйлесіп отырмын ғой. Болмаса жай намазын төсейін де Алламен сөйлесейін. Маған ол дұрыс емес қой енді. Не үшін дұрыс емес саған ол? Болған сонда еркек болып жаралдық па? Еркек болып не істеу керек? Еркек болып жаралды? Жаралдық па? Сонда еркек болып істеуіміз керек. Аха, жаралдық. Хорошо. Не үшін ол қайдан алдың? Қалай алдың деген қалай? Неге сүйеніп, еркек болған адам еркек болып қалу керек деген нәрсені неге сүйеніп айтып жатсың? Болады, солай жаралдық. Мысалы микроб қалай жаралады, солай. Қолымызда инфекция қалай жаралады, солай. Еркі өзінде ол заңда қайшылық жоқ оған. Мысалы, гей боламын десе бола береді, транс боламын десе бола береді. Неге именно сен қарсысың оған? Басқалар қарсы емес қой, заң қарсы емес мысалы. Ой, бля. Логикаң сынып отыр ма Сұлтан? Қараш, мысалы бір адам бар. Өзіміз, мысалы үйімізде мысық болатын болса, соны анасын айырып, мына көйіп кететін мысық деп апарып тастаймыз. Енді ол кімге қарсы? Жоқ, саған Сұлтан, енді ол да бір Алланың жаратушысы ғой, енді Алла жаратты ғой, мысалы, например, оны Алла жаратты, мысалы. И соны саған қалай жолықтырды оны? Әрине. Сен неге апарып тастайсың? Жаңа сұрақ Сұлтан. Мысалы, сен маған сондай сұрақ беріп қойсаң, мен саған сұрақты беріп тұрмын, мысалы. Жоқ, дұрыс қой. Алланың жаратушысының жауап беріп жүрсең жақсы болатын еді. Неге мысықты, айуанды андай қылып апарып тастаймыз? Мысалы, жолдан ит өтіп барады, машина басып кетеді, ана ит қашан ана нелер көше тазалаушылар алып кететінмен дегенше жерде жатады, ана сасып. Сұлтан. Оны неге алып? Сұлтан, ол да сондай сұрақ, мен сенің сұрағыңа жауап бере алмаймын. Мен саған сұрақ қойып тұрмын ғой, неге жауап бермей жатсың? Не үшін ол сұрақтан қашып жатсың? Енді мен сұрағыма жауап берші, мен неге ондай? Жауап беріп жүрсейші, мен сұрақ қойып қойдым ғой, жауап беріп жүрсей. Оған жауап бере алмай, өз қалау өзінде болды. Не үшін? Бола берсін ба, нормально сен үшін? Маған ондай болмасын деп тұрған жоқпын ба, мен саған нағыл дедім қайта. Жоқ, қарашы Сұлтан, сен олардың транс-гей болғандарын қаламайсың, иә? Қаламаймын, иә. Бірақ олар боламын деп тұр. Енді сен не деп қарсы бола аласың оған? Заң қайшы емес оған? Бізде бірақ исламда қайшы оған? Боламын деген сұрақ енді саған жеткілікті емес пе енді? Жоқ, саған айтып тұр ғой, біз боламыз, өзіміз білеміз, Сұлтан аға араласпашы біздің тірлікке деп тұр ғой. Жақсы, енді болам, жақсы болсаң бол деймін, ал. Болсаң бол дей бересің ба? Алып тұрып, өлтіріп тастамаймын ғой енді. Одан алдын дұрыс емес деп тұрсың ғой, енді одан кейін қалай болса бола берсін дейсің. Ой, бәле. Мысалы, сен темекі шегесің ба? Жоқ. Насып айтпайсың да? Жоқ. Арақ ішпейді. Өйткені Алла қарсы да оған. Қыздарға бармаймын. Енді Алла енді Алла айтпаса сонда деп бастайын деп жатсың ба? Алла айтпаса сонда деп. Ана енді просто сынақ болды ғой, ана гей болды, сынақ болатын болып тұр ғой да? Енді сен сұрақ қойып жатсың, сынақ болмаса бұл өмірдің мәні болмайды, конкретно. Сынақ болғасын мәнді болып тұр ғой бұл өмір. Айтпесе сынақ болмаса бұл өмірге келіп кетуіміздің ешқандай мән мағынасы жоқ. Сен айтып отырған жаңағыдай тағдырлардың, қаншама өлімдердің, қаншама сәтсіздіктердің мән мағынасы болмайды. Енді сен манағы айтпаған қыздың жаңағы жалғыз қалуы, Құдайым болса қайда қарап отыр деген сөзге келіп тұрма сенікі, тоқ етері? Одан да басқа тақта түсіндім. Яғни жаман Құдай бар сенің түсінігіңде, солай ма? Жаман Құдай емес, жаман адамдар бар.
жоқ Құдай түсіндім. жоқ. Енді сен жаңа Құдай жоқ, бекіттік қой енді саясатқа екеуміз. бағынбай кет. Екеуміз бекіттік қой енді. Жаңа сен Иә. айтып отырсың, Құдай болғанда ондай болмас еді деп тұрсың, дұрыс па? Мейірімді болса. Иә. Енді яғни ол мейірімді болмай қалып тұр ғой қазір сенің түсінігіңде, солай ма? Бля, мейірімді емес, ол үшін жоқ деп тұрмын мен болған. Жоқ, сен енді жоқ деп басына бекіттің ғой. Біз оған анау мынау деп жатқан жоқ. Біз жаңағы ситуацияны не үшін айттың жоқ деп бекіткен болсаң. Ол бәрібір емес па, ол жоқ болса, какая разница, кімнің тағдыры қандай болғанда не? Саған соқпау керек қой ол. Ол қыздың тағдыры саған не керек? Құдай жоқ болса. Ну, бірақ жақсы түсіндірдің, иә. Айтшы, жоқ Құдай, саған не керек оның? Біреудің жанашырлығы не керек саған? Мейірімі не керек? Неге қырып кетпейді сол амайына? Жоқ, да, жақсы түсіндірдің енді, жақсы түсіндірдің. Енді жақсы түсіндірдің бірақ енді. Бірақ сен мейірімсіз Құдайды бекіте алмай тұрсың да? Мейірімсіз Құдай деген. Сөйтіп тұрсың ғой Сұлтан, сен Құдай жоқ деп жатсың ғой. Бірақ егер бар болғанда деп сен мысал келтіріп жатсың да, мейірімсіздік, қатыгездіктер бар ғой деп. Демек ол қатыгез болса да, значит бар болғанда дегенде жоқ, ол бар болғанда деген мындай ғой. Егер бар болатын болса, неге олай деген сияқты болады. Енді дұрыс қой, енді саған енді соны біз саған айтып отырық қой енді. Ол сонда мейірімсіз ба, сен соны бекітесің ба деп жатырмын. Сен соны айта алмай тұрсың ғой енді. Саған видео айтайыншы, жақсы қара Сұлтан. Сен машинамен кетіп жатсың да, бір таулы жерден да. Машинаң бір аяғы шығып кетті, аударылып баратсың, сенің ощущениең қалай? Машинаң бір аяғы шығып кетті да, бізде аяқ деп сөйлейді ғой Маңғыстауда, дөңгелек дей ма сен? Иә. Бір аяғы шығып кетті да машинаның, аударылып жатыр да машина, сен ішінде отырсың да, прикинь. Сенде ощущение қалай, қандай сөздерді айтасың сол кезде, қандай? Не айтасың сен сол кезде? Өлім мен өмірдің арпалысы ғой, түсініп отырсың ба? Ана шөлмектер шынап жатыр еще бар ғой. Аударылып жатсың, блокбастер болып жатыр ғой өмірің, короче. Мен ол кезде былай айтамын, Құдай не қаласа соны көреміз деу, соқырлықтың белгісі дейді. Тағдырдың жазғаны болады деу ақымақтық дейді. Не айтасың сен? Енді өзімнің тәуелсіздігімді айтамын оған. Дөңгелекке қарамаған. Жоқ, сен ана аударылып бара жатыр сөйтіп айтасың ба? Мен дөңгелекке қарамағам, сол үшін аударылып бара жатырмын дейсің ба? Ол жерде эффект қой, білесің ба? Шоковый состояние, эффект. Сен эффектпен не айтасың деймін? Эффектпен, Алла деп айтамын болған. Вот. Содан тірі қалсаң, 5 рет аударылып тірі қалдың. Жаңа 1 секунд алдын Алла деп айтқан сол ұстанымың, сенің өмірлік ұстанымың бола ма? Или сондай ситуациялардағы ұстанымың бола ма? Мен бірақ Алла деп айтамын сол кезде. Вот, Алла деп, ол любой құрсын, ана атеистерді бисмилля деп кеткен жер сілкінгенде. Онда көргенбіз эфирден. Просто вот видишь, осындай ситуациялар бар да, сен қорқудың неше түрін білесің. Мысалға келтірейін, иттен қорқу, қараңғылықтан қорқу, немесе қара түнде теңіздің ортасында бір ағаштың үстінде қалдың, теңіз судың асты қап-қараңғы да, страх қой в натуре. Сондай қорқу, Сахарада бір өзің қалған сол Сахараның түнгі қорқынышы, джунглидағы түнгі қорқынышты. Осы қорқыныштардың ішіндегі мына қорқыныштарды қосуға болады да, аштан қалу, түсініп отырсың ба? Немесе азапталу, түрмеге түскен кезде ойлап тұрасың ғой, менттер қалай ұрады екен деп та. Сондай бір қорқыныштардың түр-түрі бар да. Сен үшін өміріңде ең жоғары қорқыныш қандай? Иттен қорқу ма, я бір үйіндінің астына қалып қою ма, жанып кету ма? Қандай қорқыныш сендегі ең өміріңде қауіпті қорқыныш? Мысалға бар ғой, білемін андай адам дейтін жақсы жағын ойлайды ғой, ан жағына. Жоқ, мынандай ойда болады ғой, Сұлтан. Айтшы, кейде жатасың ғой. Тереңге кетермей ақ қойшы, терең кететін болсақ, дым дамымаймыз анас. Ана жақтың. Біз дамуды шештік деп ойлаймын. Жауап беремін, ақыреттен не жауап беремін деген сұраққа
беретін болсақ, мына өмірде ертең сол үшін мына өмірде дамып отырмыз. Қазақстан тек тәжіктен басқа ештеңе шығарып отқан жоқ. Мысалы біз Өзбекстандамыз, машинадан басқа ештеңе шығарып отқан жоқ. Бірақ мына Жапония бар, Америка бар, андай бәрін істеп отырыпты да. Мысалы бұлар неге мына ана өлген соң қаяққа барамыз деген оларда жоқ. Бірақ олар міне бүгінгі күнмен істейді, бүгінгі күнімен бүгін мына нәрсені істейді, ертең сол нәрсеге жемісін көреді. Бірақ бізде мына нәрседе бүгін мынандай сұрақ болады, ертең ақыретке барып не істейміз, сұрақ береді. Наху керек, сен бүгінгі күніңді істеп алшы, ертеңгі күніңе көреміз. Сен бүгінгі күніңе істеп қалмасаң, ертеңгі күн сенен басқа адам бар, ол соны көреді. Өйтіп істейтін болса керек емес бұл. Сұлтан, ашуланба, сабыр сақта бауырым. Ашуланбаңыз, соны тек сол сұрақ, мүшеңізді өсіру керек, мүшеңізді бүйту керек, наху керек. Именно соны айтады. Сенің ойыңша мұсылмандар вообще дамымаған. Дамымаған вообще мұсылман, именно мұсылман мемлекеті не хуя себе дамымаған. Дубай просто андай істеп алған, біздерден бұрын ана нені істеп алған жаңағы. Сұлтан, телефоныңда римский цифр тұр ма, или кәдімгі цифр тұр ма? Римский цифр деген қалай ол? Ана римский цифр или кәдімгі 1-2 деген сан тұр ма? 1-2 деген кәдімгі русский ма, қалай солай тұр? Русский ма? Сол русский деген русский емес қой, ол негізінде үнділер мен арабтар барды ғой. Сұлтан, оны қайтайын біз. Бұның басы істемейді, онда алгебраны арабтар ойлап тапқан ғой. Не болды сен? Сұлтан, медицинада авицина деген бар ғой, білесің ба? Сұлтан, оны қайтаймыз енді. Не істейді? Жарайды, алысқа кетпей қойық. Мына коронавирус басталды ғой, білесің ба? Басталды. Америка Pfizer деген вакцина ойлап тапты, білесің ба? Соны ойлап тапқан палестиналық мұсылман, сосын түрк мұсылман. Случайно болып қалды деген зат болмайды ма сіздерде? Вообще случайно болып қалды. Онда сенің түсінігіңде случайность деген нәрсе де бола ма не? Случайно деген зат болады. Қалай өмірді арнады? Аяқ асты болып қалды бірден. Енді аяқ асты неғып сол Европа, американстарын ойлап таппайды неғып? Неғып европейстер ойлап таппайды? Аяқ асты неге дамып кетпейміз енді? Аяқ асты неге дамып кетпейміз енді? Арабтың случайность болып қалады ғой. Сонда сен қалай случайностьпен өмір сүресің ба? Сенде мынандай ұстанымда бар сияқты онда. Мен бірден айтайыншы. Айт. Мен қазір сенімен осы тақырыппен басымды ауыртып отқанымда бір андай затта уже дамымайтынымыздың белгісі да. Мысалы осы нәрсені біздер екеуміз тақырып қылып бір нені сөйлесіп отырмыз, сөйлесіп бар или жоқ, или бар или жоқ деп отырмыз да. Бірақ басқа мемлекет дамып кетті да уже біздер. Біздер әлі сол нәрсемен келе жатырмыз. Ане келе жатырмыз. Енді қара Сұлтан. Еш мағына жоқ. Бұған ертең мен сені ұмытып кетемін, ертең сен мені ұмытып кетесің. Бірақ болғанда уақытымыз осы нәрсе кетіп жатыр. Сұлтан жақсы, сен ұмытпау үшін саған сұрақ, сенің мамандығың не? Мен мамандығым жоқ вообще. Құрылысшысың ба, не затсың? Түк келмейді қолымнан ол. Енді өзіңнің сәтсіздігіңді сен қалай бүкіл халыққа телесің? Миллиондаған, Орта Азияда 80 миллион халық. Бүкіл халық сондай болып тұр ғой менің ситуациямда. Енді тыңда. Мен соның ситуациясында. Мысалы Сұлтан қара. Именно мұсылман емес сен бірақ. Сұлтан тыңдашы. Осы дамымаған мемлекеттің ортасында. Қара Сұлтан, мен биохимикпін. Ол саған не айтады? Түсінесің ба биохимия жайлы? Жоқ, вообще түсінмеймін кітапты. Енді сен не айтып отырсың? Өзің түсінбейтін тақырыптарды айтып отырсың ғой. Просто сенде білім жоқ, болды. Әр затқа бір жабысып отырсың. Сосын дамымайғанды біреуден көресің. Өзіңде ешқандай мамандық жоқ. Қалай сен ондай заттарды бекіте бересің, айтшы бауырым. Мысалы мен қарапайым үй салдыратын болсам да, білетін маманға салдырам ғой, дұрыс па? Өзбек болсын, басқа болсын, түрік болсын, мен білетін маманға салдырам. Білмейтін адамға алқашқа үйім салдырмаймын ғой мен. Сол сияқты ғой бауырым. Бұл өзіңде мамандық жоқ, еще мамандығы бар адамдар саған дұрысын айтып отса, сен былай ғой,
сен не айтсаң болады, мен қабылдамаймын, мен өзімдікінде тұрамын деген сияқты ұстанымда тұрсың да. А ол дұрыс емес. Қой, мен мына білетін адамдардан бірдеме үйренейін, бірдеме түйейін деген нәрсе жоқ та. Не обязательно ол мұсылман болу. Ол атеист болуы да мүмкін, христиан болуы да мүмкін. Сен жақсылықты өзіңе бойыңа жинай беруің керексің, бауырым. Енді оның ішінде адамгершілік деген нәрсе болу керек та. Сен қанша жерден ғалым бола бер, сенде адамгершілік болмаса. Сен білесің ба, анау Нобель алғандардың ішінде педофилдер бар екен? Білесің ба сен соны? Нобель сыйлығын алған, Нобельді білесің ғой, кез келген тақырбасқа бермейтін. Ол бір зат ойлап табу керек, адамзатқа пайдасы тию керек оны. Сөйтіп сондай ойлап тапқан адамдардың ішінде педофилдер бар. Мысалы, мына Тоқты ойлап тапқан адам үйленбей кеткен вообще. Ұрпақ сүймей кеткен. Енді біздердің айтуымыз дұрыс па? Үйлену керек, ұрпақ сүю керек, адам болып өмір сүру керек, ғалым болсаң ғалым бол, кім болсаң ол бол, сен ең басты адам болуың керексің десек, біздің не кінәміз бар діндар адамдардың, айтшы? Кінә жоқ. Мәселе сода ғой, бауырым, біздің айтарымыз. Исатқа қарсы емес, біз ғалымға, дамуға, ешкім исатқа қарсы емес. Жаңа біреулер айтып отыр ғой, педофил, анау, мынау, жаңа педофил деп, гей, мей деп. Біз олар иншалла бір күн келер дейміз, болды, тәубесіне келер дейміз. Біз ешкімді қудалап жүрген жоқпыз, біз біреуді жарайын деп жүрген жоқпыз, түсініп отырсың ба, бауырым? Тек адамгершілікке шақырамыз біз, қарым қатынасқа. Менің айтайын дегенім сол, бауырым. Ізден дұрыс сұрағыңды қойып атсың, біз сені төсіңнен итеріп жатқан жоқпыз, сені құрметтеп жатырмыз, сіз деп сөйлеп жатырмыз. Сен де соответственно осындай сыйластықта бол, бауырым. Келесіде кім қандай ұстанымда болады, сыйластықпен бол. Мен саған подписка жасап қойдым, Сұлтан, келерсің тағы әңгімелесерміз, Мен жайдан жегірем жоқпын, бір айтарым бар Сұлтанға. Бәрің болдыңдар ма? Болды. Сұлтан бауырым, менің көп достарым бар Нукустан, Нукустансың ба, қаяқтансың сен? Нукуста көп достарым бар, Болат деген шашлычник бар, біраз достарым бар. Альхамдулилля, мұсылман бәрі ше. Мына сен 96 жылғы деп жатсың ғой, қазақ, қарақалпақ негізінде түбінде біз бауыр халықтарымыз ғой. Мен бауыр деп санаймын, қарақалпақты да, қырғызды да. Сол сияқты саған айтарым, 96 жылғы келсін, анау айтқандай бір жас бала емессің. Оқысай, ойыңды жеткізу, біраз жерде сырттан бақылап отқан адам ретінде, біраз жерде буксовать етіп, сұрақтарға дұрыс жауап бере алмайсың жерде. Құдай жоқ деп, сен өзің дұрыс емес тұжырымдар айтып жатсың. Сол үшін сәл оқы. Мен саған бауырым ретінде, інім ретінде айтамын да. Мен сені бір жек көріп, бір сенің неңді, абыройыңды төккім келмейді. Не болса да абыройлы болып жүргенін қалаймын. Алла абыройдан айырмасын. Сәл оқы, көзің ашылсын. Жай мұсылман елдер дамымайды деген ол гәп әңгіме. Бірінші даму, елдің дамуы халық санына бекітіледі. Халық қанша көп болса, сонша ел жақсы дамиды. Екінші мәселе, жер байлықтарында. Ол именно ресурстарда ол дұрыс пайдалануында. Бұл тек қана кеп діннен, дін оған қатысы жоқ нәрсе. Дін деген бұл мынау күнделікті өмірде ұстанымың, таза жүруің, адамдарға қатынасқа, саған дін кеп ақша печаттап жатқан жоқ қой? Или ана дінге сенбейтіндерге, дінге сенбейміз деген үшін аспаннан ақша жауып отыр ма оған? Оған қатысы жоқ мүлдем. Сәл бір терең ойлан. Кел, араласып тұр, пікіріңді айтып тұр, ашуланба. Бірақ оқы, бауырым, сәл оқы, көзіңді аш. Бұл негізінде өте бауыр болған кейін сондай нәрсе. Сен шығара тұра, месіншіға келерсің, тағы да. Жарай ма? Кім, мен ба? Болмаса отыра берсін, тыңдап, нетіп. Ол месіншіға отыра берсін. Кім? Ричмонд ба? Келеғыш. Ричмонд, нет. Сен де Сұлтан бақыла ол шақта әңгімелерді, кім дұрыс әңгіме айтады, бір саған өзіңе де біраз оқу керек сияқты. Ричмонд, кел. Жаңа кім не деді? Жер байлығына қатысы деді ма? Елдің дамуына? Ол да бар. Енді қараңыз. Оксфорд деген университет кім біледі? Айтайыр. Сол қараңыз, 1096 жылы ашылған университет мысал.
Ол кезде қайсы ел жер ресурстарын біліп, соны өңдей алды? Сұрақ. 1096 жылы. Содан Енді қараңыз. Ол елдің дамуы ешқандай да бір ресурсқа және де халық санына қатысты емес. только оған қатысты емес. Оған қатысы бар, бірақ только оған емес. Дұрыс па? Только оған емес, қатысы бар, бірақ Енді только қараңыз. Ричмонд, сен бүйт Гуглге жаз, бүйтіп та сен ChatGPT-ге жаз, самый первый университет на земле деп жаз. Оксфордтан да бұрын университеттер шығады. Солардың сосын адамзатқа не пайда берген жаз. Қараңыз. Сіздің жаңағы мұсылмандар еліндегі айтып жатқан университетіңіз ол университет емес, ол медресе. Олар Андалусиядағы ма? Дінді зерттеген. Андалусиядағы ол әшейін исламский Ричмонд. университет деп тұрсың ба? Ричмонд Иә. мешітте только діннің темасы кетпеді, кәдімгі мектептің тәлімі болды негізінде. Жоқ, ондай нәрсе Андалусиядағы болмады. ол мешіт емес қой. Қой, Ричмонд, қой. Университет ол. Мысалы қараңыз. Мынау түркі елдер қалай соғысты? Ричмонд, мен қазір Ричмонд тоқта тұр, асықпа, секірме. Мен саған қазір мешітте не только дін жайлы, мектептің білімі жайлы, сапа өткен жайлы мақала әкеп берсем не болады? Мақұл, айтыңызшы, тыңдап көрейін. Жоқ, әкеп берсем не болады? Айтқан сөзің өтірік болып қала ма? Жоқ. Не үшін? Сен Қараңыз. айттың ғой, мешітте только Мысалы, бір ақымақ адамдар бар. Ричмонд, тыңдасайшы. Сен айттың, сенің сұрағың былай болды. Мешітте только діни заттарды ғана айтады дедің. Мен саған айтып жатырмын. Мен медресе дедім. Медреседе, не только деп жатырмын мен саған. Медресені алайық. Медреседе. Олай емес деп жатырмын, сен солай деп жатырсың. Енді қазір мен сондай мәлімет әкеп берер болсам, не болады? Өтірікші боласың ба? Жоқ. Енді Сен сонда қарай, не айтсаң да сенікі прав, біздікі не прав па сонда? Мақұл, былай қарайықшы. Мысалы, қараңыз. Ричмонд, не Дінге істеймін ондай қатты кезде? сенбеген, Ричмонд, ондай сенбеген. Онда сенікі де догма ғой. Асықпа, асықпа. Вообще асықпа. Не болады егер менде сондай бір мәлімет сұрақ. әкеп берсең? Ричмонд, саған сұрақ қойылды. Не болады егер сондай мәлімет әкеп берсем қазір? Не менікі дұрыс болады, не сіздікі дұрыс болады. Демек, мен қазір сөйтсейші, мен саған қазір мәлімет әкеп берсем, сенікі дұрыс болмайды, дұрыс па? Қабылдайсың ғой соны? Енді сіздің әкелген аргументіңізге қарай. Жоқ, негізі Қаншалықты дұрыс, қаншалықты дұрыс емес. Дұрыс болып шықса қабылдайсың ғой? Қабылдаймын, бірақ медреселердің 90%-ында ол уақытта тек дінді зерттеген. Ал қалғандарында әдемі. Енді Ричмонд, сен жаңа 90% жайлы әңгіме айтпадың ғой, сен барлығы деп айттың ғой. Енді не істейміз оны? Мақұл, менде бір сұрақ. Жоқ, Ричмонд, мынаным жауайықта. Асықпаса жауайықтан да сұрақты. Не істейміз енді? Тоқтаңыз, яғни сіз медреселерде тек дін туралы үйретпеген дәлелдеп берсем, менікі жалған болады деп тұрсыз ба? Мысал келтіріп отыр да. Қабылдайсың ба соны? Қабылдаймын. Жалған, мен жалған айттым деп айтасың, не? Қателестің деймін. Жоқ, қателестің. Жоқ, сен утверждать еттің ғой. Сен утверждать еттің ғой. Утверждать еткен ол Сен бүйтіп айтсаң, мен түсінетін да. Возможно, ислам медреселерде возможно деген сөзді қолдансаң, онда мен сені кешіретін едім. Мүмкін. Сен прям точкасын қойып жатсың да қазірші. Енді қайтемін. шығарып тұрсың. Утверждать етіп тұрсың сенші. Егер қазір мен дәлел алып келіп беретін болсам, сенікі қате болады. Кешірім сұрайсың ба? Ей, GPT-ға кетіп қалмасайшы. Асықпасайшы. Барып келесің. Барып келе ғой, жарайды. Андалусияда тер, Андалусияда. Енді не істейміз, кім? Ричмонд. Сіздің әкелген аргументіңіз дұрыс болып шықса, мен солай кешірім сұраймын. Бола ма? Кешірім сұрайсың ба? Иә. Точно, иә? Иә. Болды. Әдемі сөйлесе тұрыңдар, иә? Мен қазір алып келіп берейін.
Дальше сұрағыңды қоя бер, Ричмонд. былай қарайықшы, мысалы мұсылмандарда ең мықты деген жаңағыдай Александр Македонскийға ұқсаған кімдерді білесіздер? Халид ибн бин Валид. Тағы? Ричмонд олай емес. Тоқташы. Жабылмай, жамырамай. Бір сақ. Ричмонд олай емес. Кімдерді білесің дедің ғой. Мен Халидті айттым. Одан кейін Сұлтан Бейбарыс. Амир Тимур. Жоқ, Әмір Темір мұсылман болмаған, ол мұсылмандың енді олар қалай соғысты? Бір сұрақ. Қылышпен. Қылышпен екен біліп тұрмын ғой. Бірақ қараңыздар. Мұсылман елдерінен қандай да бір мықты жаңағыдай соғыс яғни олар тактикамен соғысқан. Кім? Ганнибал Барка танитындар бар ма? Жоқ. Біріншіде сұрақ. Мен Бауыржан Момышұлыны білем, мықты тактик. Жоқ, қараңыз. Мұсылман. Бауыржан Момышұлы, мықты тактик, қазақтың мықты тұлғасы болған, бірақ Мұсылман. Ганнибал Барка біздің дәуірімізге дейін Ричмонд. Бауыржан Момышұлын мұсылман деп бекітеміз. Мен мұсылман емес деп тұрған жоқпын. Айта бер. Қазақ тұлғасы емес па сонда Бауыржан Момышұлы? Қазақ. Енді маған не дейсіз? Жоқ, сен айтып тұрсың ғой, мұсылмандардан. Жаңа кім Ганнибал біреуді келтірдің ғой, полководец. Мен саған айтып отырмын, Бауыржан Момышұлы бізде полководец. Ойлаңызшы сонда, қайсысы ақылдырақ? Ганнибал Барка ма или сіздің айтқан жаңағы тұлғаларыңыз ба? Бауыржан Момышұлы ақылдырақ. Қаншалық жер жаулады, давай. Мен тарихқа жақын, давай. И Осман жерді жаулағанына не қылып жатқан жоқпын. Қайсысы Ганнибал ақылдырақ? қалай жаулады, соны айтпашы. Ол тактикамен жаулады. Мысалы, любой қолбасшыда болады ғой, Ричмонд алдағы тізе шығып кеткен әңгіме. Мысалы, екінші пуникалық соғыста Ганнибал Барка тек тактикамен соғысты, ал римдықтар болса бетпе-бет соғыста көп жеңді. Ганнибал Барка өте ақылды болған. Ол білген олардың ашуланшақ, ұзаққа түсе беретіндерін. Римдік қой, римдік. Кім? Ганнибал Барка. Жоқ, ол карфагендік. Христиандық. Енді сен Ганнибал Балканы айтасың да, Шыңғыс ханның қасында ол ешкім емес қой? Ой, көке, сіз Шыңғыс хан мен Ганнибал Барканы салыстырмаңыз. Шыңғыс ханның тактикасын қара. Ең әлемде бірінші болып жылдам хатты ойлап тапқан сол. Стратегия жылдам хат, оны мойындаймын, мойындаймын. Тактика ол. Сосын деген әскердің жылдам келуі, яғни екі отты екі жаққа жақ, ортада түнде ұйықтау. Сосын қақталған тамақтар. Шыңғыс ханның тактикасы бәрі стратегия. Ал сонда Ганнибал Барка Альпі тауларынан асып өтіп пісірілген ет жетті деп ойлайсыз ба? Жәңгір хан элементарны, Жәңгір хан не қыласын ба? Орбұлақ шайқасын, сол жердегі тактиканы білесің біз? Ол тактикада өте мықты, бірақ Ганнибалдың жоғары тұру керек, мен түсінбеймін. Ганнибал Барка, Александр Македонский, Сципион Африканскийдан мықты ешқандай да полководец жоқ, мықты соғысқан. Мына Еуропанкіне жатып алған ғой? Сіздерге сұрақ. Киноға тоймағансың ба сен, Ричмонд қалай өзі? Қақтан көрдің ол ақпараттарын? Сен қазақсың ғой, сен қазақтың тұлғаларын айтсайшы. Тәңіршілердің өзі сен жақтап отыр бірге, ұялмай сонда да. Мақұл, сіздерге бір сұрақ. Неге осы атеист немесе Ричмонд не деген бітпейтін сұрақ ғой? Христиан или агностиктарда мұсылмандарға ұқсаған радикалды ұстанатын адамдар жоқ. Жүрсің ғой мұнда радикал? Тоқта. Христианда жоқ па? Жоқ. Тамплейер деп тер онда. Кто такие тамплейеры деп? Мақұл, ИГИЛ, Сирия, Афганистан, Пакистан. Американың проектісі ғой ИГИЛ деген. Енді сіздің сұрағыма жауап беріңіз.
мынау ИГИЛ телеграмда деген- жаңағыдай бауыздап ИГИЛ тастап деген- жатқан, танкімен атып тастаған. Ричмонд Сен 2000 мен 2005-тің арасысың ғой деймін сен, Жоқ, тоқтаңыз. Менің сұрағыма жауап беріңіздер сіздер күлмей. жауап беріп отырық қой. ИГИЛ Қараң. деген Американың проектісі. Кім айтты? Қандай информация бар? Достоверный. болды мұны, қой мұны. Хиллари Клинтонды тер Гуглге жаз. Хиллари Клинтон ап ИГИЛ деп жаз. Мхм. Не шығады екен? Хиллари Клинтон өзінің жаңағы ана кім Не шығады екен еді? сонда? Муаммар Каддафи ма басын алып алған кезде игилівтердің атын айтады. Содан же шатасады, ол кене кешірім сұрайды ол. Шатасып кетіппін деп. Ол на самом деле ол шатаспаған, ол конкретно ол. Сосын мына Американың құпия деректерін жариялаған адам бар. Біреу Эпштейн, біреуі тағы біреу ұмытып тұрмын. Солардың деректерін қара. Бүкіл айтады ИГИЛ кім құрған, қайдан шыққан, ЦРУ-дың мына нелердің информацияларын жариялайды. Дальше қоя бер. Кім? Ричмонд мынаны айтты, сұрақ бір қойып мемлекет келтірші, мұсылман мемлекет соғыс барып, бір басқа елге соғыс барып, тыныш уақытта әшейін барып соғыс ашып жүрген мемлекет айтшы маған. Ол да әдемі аргумент. Жақсы сұрақ, әдемі сұрақ. Айтшы маған соны. Судан. Америка Иранға шабуыл жасады. Айт мысалы, мұсылман ел қайсы? Судан. Бір мұсылман. Судан. Суданда мемлекетте азаматтық соғыс қой. Өзімен Азаматтық соғыс емес, ол басқа елдердің де азаматтарын яғни Жоқ, сен түсінбейсің. Ондай болса Украина мен Россияны айтуын керексің сен. Этот Ричмонд саған қай кезді қай кездікін әкеп берейін саған, қай кездікін? Так. Мұнда Біздің жас- ғасырымызға дейіннен бастап қазіргі уақытқа дейін жеткізіп беріңізші. біздің ғасырыңда қазір алып келер мұнда. Қазіргі заманда мынау біріншісі. Араб тілін меңгеріпті. Грамматика, Құран, хадистен бөлек тағы да. Қазір біріншісі, енді екіншісін алып келейін, тоқтай тұр, осы жерде ол да. Мынаны кішірейту керек, толық нетпей жатыр. Мынау екіншісі. Тәпсір арабша жазу мен сөздік қорды көбейту кейбір дәстүрлі медреселерде дүниелік ғалымдардан бастапқы элементтерді де оқытқан арифметика жиі болмаса да геометрия, дүние тарихы мен әдет ғұрып туралы басқа материалдар. Қазір мен үлкетіп бере салайын, саған оқуға ыңғайлы болсын. Міне, мына құртастаймын. Мынау екіншісі болды бұл. Бұл қай жылғы не? Енді мынау үшіншісі. Кейбір. Бұны оқып қойдым ау жаңа. Ашпай жатыр, аш үшіншісі. Енді тағы не әкеп берейін саған? Мақұл, менде бір Жоқ, сұрақ. андай зат бар ма мысалы? Асықпа. Менде бір простой бір сұрақ бар. Асықпан. Ричмонд, Кешіресіздер, бір сұрақ берейінші. қаз, Ана нәрсе Сұлтан қазір. Қазір бір тиман жауап алайық, Сұлтан қаз күте тұршы. Ричмонд, кешірім сұрайсың ба? Ричмонд, кешірім сұрайсың ба? Мынау қай ғасырғы медреселерде оқытылған бұл? Кешірім сұрайсың ба? Мақұл, мен кешірім сұрайын, одан тұрған ештеңе жоқ. Қателестің ғой, значит. Иә, кешіріңіздер, мен қателесіппін. Медреселерде тек дін емес, тағы да басқа да оқуларды үйретеді екен. Болды ма? Болды, әдемі. Алла кешірсін. Болды ма? Енді басқа жерде де бағанағы неңді қайталамаймын де. Басқа жаққа барып алып, медреседе ештеңе оқытпаған деп отпайсың. Жарай ма? Сені бақылаймыз біз. Жарайды. Мен бір қателесім, енді бұл мен үшін опыт болады. Ричмонд, Осы жауап жұтып алсашы бұл. жоқ, Ричмонд саған бір зат айтайын, азамат екенсің. Мойындау да ерлік. Красавчик, иә. Азаматтығыңды айта кетейік. Красавчик. Ата-анаңа рахмет, өсіп тәрбиелеген. Енді былай қарап тұрсам, мен олай кешірім сұрағаннан мен біреу жаңағыдай интернетке салып позор болды, басқа болды деген ондай болмайды. Болғанның өзінде де ол
Жаңағыдай адам өлтірумен Жоқ, сен азам басқа болумен тең емес. Оңай нәрсе. Ричмонд, сен мына нәрсені қара. Аха. Менде уақыт жоқ шы қазір историяға кіріп осы моментті кесіп салуға шы. По идее болады, но маған не керегі бар оның? Бір кісі мойындап кетті, мойындамай кетті, ол өзі үшін өзі жауап береді ғой, жауап беретін жерде. Мен сөзіме жауап бере алдым да, Ричмонд мына жерде ше. Өзім сөзіме жауап Мен бере де алдым. өзім сөзіме тұрып бердім ба, жауап бердім ба, кешірім сұрайын дедім, Сен де сұрадым. тұрып бердің, красавчик. Болды, осы бізге керек, осы Ричмонд басқа ештеңе керек емес екеумізге. Мен сіздер ойлағандай жаңағыдай атеист немесе мұсылмандарды жоқтап жамандайтын адам емеспін. Мен өзім агностикпін, 50-ге 50. Мысал, жаратушы бар, бірақ жаңағыдай Әдемі. көп өтірік сөз емес. Мысал, мен өткенде сабақта көрдім, бізде дінтану деген сабақ бар. Қандай өтіріктерді әшкереледің? Жоқ, мысалы қараңыз, дінтану деген сабақта маған бір видео материал көрсетті. Жаңағыдай Меккеге шабуыл жасаған екен бір патша, білмеймін аты кім екенін. Сол уақытта Меккеге жақындаған кезде мынау құстар аузына тас ұстап, сол патшаны және әскерлерін өлтіріп тастаған екен. Абраха. Бұл шындық па? Бұл енді бұл бізге неден келеді? Құраннан да келеді. Мынау жаңағыдай сілтемесі есілші Ричмонд. Бүкіл Енді сұрақ сіздерге жаңағы сол құстар аузына тас салып әскерді өлтіріп тастады ма деген. Болған. Болған? Менде бір сұрақ. Қараңыз, түріктерден шыққан сақ патшайымы Тамирис па? Тамирис, Енді қараңыз, сол Тамирис біздің дәуірімізге дейін Кирмен соғысты, және оны Геродот сол уақытта кітап бетіне енгізді ма? Дейді. Жоқ. Дейді ма? Скифтер деп па? Азиялық скифтер деп. Енді қараңыз. Ол соғыс туралы бір ғана Геродот емес, тағы да 2-3 жаңағыдай тарихшылар бар жазған. Кім деген соның командасы? Геродоттан Атын білмеймін, бірақ шыны керек. Бізге тарих ағай айтты. Сондай жаңағыдай сол соғыс туралы жазылған 2-3 Хорошо. тарихшылар бар. Енді қараңыз, 7-ші ғасырда болған оқиғаны ешкім жазбаған екен Құраннан басқа. Ричмонд. Енді менің сұрағыма. Сұрақ. Барлық жерді оқып қойдың ба? Бүкіл әлемнің кітабын бәрін қарап, бүкіл анау әлі ашылмай сақталып қалған кітаптар бар да, неде? Мынау Европаның кітапханалары бар, әлі адам баласын кіргізбей отқан. Сен сол кітаптардың бәрін оқып қойдың ба? Сіз ше? Жо, мен сенен сұрап тұрмын ғой. Сен утверждать етіп отырсың ғой. Мен оқымадым. Оқымадың ғой, онда сен қалай утверждать етесің? Тек Құран жазған деп. Бір кітапта кеп тұр да, қара. Ричмонд, қараш. Бір кітапта кеп тұр да. Кеп тұр. А сен басқа кітаптың ешқайсысын оқыған да жоқсың да, уже бірақ жоққа шығарғың келіп жатыр да сен. Жоқ, менде сұрақ. Логикалық тұрғыда, Ричмонд, сенікі қате. Сен когда бүкіл әлемнің кітаптарын бәрін оқып бітіресің, вот сол жақта жоқ болса, иә, келеді кішкене логика. Жоқ, ол енді тоқтаңыз. Менің сұрағым. Ричмонд, сен сұрағың орынды. Қазір сен айтып отырсың, Құраннан басқа еш жерде келмеген деп тұрсың ғой да? Иә. Енді қара, мысалға саған сол мұсылман ғалымдарын алып келсек, сол піл уақиғасы жайлы, оны піл уақиғасы деп айтады бізде. Араб тарихшылары оны жазған, көптеп кітаптар жазған ол жайлы, Абраха жайлы. Абраха дейтін Құраннан кейін ба, немесе Құран жазылып жатқан уақытта ма? Құраннан алдын жазған. Құраннан алдын. Құраннан алдын, өйткені бұл Құран түспей жатып, алдын болған оқиға ғой ол. Түсініп отырсың ба? Құран түспей жатып, алдын болған ба? 40 жыл, 50 жыл алдын болған оқиға бұл. Соны тарихшылар жазады. Сонда Құранды кім жазған? Оның авторы Аллах Тағала. Сен жаңа сұрағыңа жауабыңды алып алшы. Сол тарихшылардың жазғаны саған сол дәлел болады ғой, дұрыс па? Құраннан басқа. Олар бар. Сен интернетке забить етсең де шығады. Фил уақиғасы десең,
сол жерде авторлар самсап шығады. Ол проблема емес. Дәл қандай сұрағым бар? Сонда сіздің ойыңыз бойынша жаңағы құстар аузына тас ұстап әскерді өлтірген деген оқиға Құранға дейін жазылған ба? Иә, бар. Яғни болған оқиға, болған оқиға. Тек мұсылмандардың ғылымдары жазған ба оны? Жоқ, оны тек мұсылмандардың ғалымдарынан алмайды. Ол деректі сол заманда мүшриктердің ауыз әдебиет деген нәрсе бізде қазақта бар ғой, білесің бе? Иә. Бұл ауыз әдебиеттерінен алып, соны қағазға түсіріп, соны документациялап, тарихи фактор болып шығарады. Жақсы, бірдеңке сұрайыншы Ричмонд сенен. Аха. Егер сен қазір күмәнданып отырсың ғой, сонда түсінген осы сұрақты қоюында, Иә. Енді агностик деп отыр ғой, ода сен түбі апарып Құран жалған дегенге әкелгің келіп тұр ғой, осы бір аргумент сөз бар. Қазір Тоқта, біреуін ізденіш мен ойымды жеткізе салайыншы қазір бір минут, Ричмонд, сенің логикаң бойынша егер осы бір теманы алып, бірақ жерде келгені күмән өтірік болуы мүмкін болып тұрса, егер сол сен әкеп тұрған тема бүкіл жерде келсе, бүкіл әлемнің тарихында келсе, және сол хақ екенін сен көз жеткізсең, исламда ақиқат, Құран хақ деп қабылдайсың ба? Яғни жаңағы оқиғалар басқа тарихшылардың келсе ма? Бүкіл батыстың тарихшысы, үндістің, гректің барлық жерде келіп тұр. Бұл хақ, осындай ұшты келді да талқандады. Бұл Құранда келіп тұр, бұл хақ, ақиқат деп тарихшылар бәрі келтірсе, сен Құран ақиқат, мен Аллаға сендім, пайғамбар хақ деп мойындайсың ба? Жоқ, тек сол оқиғаны ғана. Болды ғой. С тобой все ясно. Сен просто двойной стандартта жүрген адамсың, болды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мынандай нәрсе бар. Сен Құранға сенесің ба? Сол Құранның ішіндегі бүкіл болып отқан нәрсе, тарихи факттер шынымен де болған деп сеніп тұрсың ба? Жоқ. Болды. Сен логикалық тұрғыда, ой, тоқташы, ол сен ғой, тыныш. Сен логикалық тұрғыда екі жерде абсурд қателік істеп тұрсың. Біріншісі, логикада өзің сенбейтін нәрсені біреуге дәлел әкеп сөйлеу қате, абсурд. Екіншісі двойной стандарт. Сен бір жерден аласың да, сол теманы қозғап, типа бізге дәлел әкелгің келеді. А сен басқа не үшін қабылдағың келіп тұрған жоқ. Мысалға, Мұхаммед пайғамбар өмір сүрген, ол бүкіл батыстың да шығыстың да бүкіл тарихшы жазады. Пайғамбар ретінде неге қабылдағың келмейді? Сенің шартың бойынша сол жайлы бүкіл шығыстың да батыстың да бүкіл тарихшылар айтса, сен үшін ол ақиқат болады. Соответственно, пайғамбар саллаллаху бүкіл шығыстың да батыстың да бүкіл тарихшылар жазады. Ол кісінің шынымен де өмір сүргендігін, ол кісінің шынымен де жаңағыдай исламды алып келгендігін, ақиқатты алып келгенін қабылда енді онда, сенің шартың бойынша. Сонда айды екіге бөлген деген ол шын ба? Подожди, ай бөлек мәселе. Сен пайғамбардың келгенін қабылдашы бірінші. Қабылдайсың ба? Өмір сүрген қабылдаймын, бірақ именно пайғамбар ретінде. Пайғамбар ретінде, өйткені ол кісіні тарихшылар жазады, пайғамбар елші деп қабылда. Аха. Қабылда. Сенің шартың бойынша кім көп жазса, сол ақиқат болу керек еді. Енді қабылда. Қабылдаймын, пайғамбар болған, ол Израильдықтарда да болған ондай нәрсе. Болды, әңгіме бітті онда сенің. Енді калима шахадат айт, мұсылман болған құтты болсын, иншалла. Менің сұрағым сонда, айды екіге бөлді дегенге сенесіздер ма? Иә. Жоқ, сен уже қабылдап қойдың ғой, болды. Сен мұсылман болдың. Болды, сен мойындау керексің. Мен Құран хақ деген жоқпын. Мен тек сол оқиғаны дедім. Речмен дұрыс айт. Вот. Расымен да, мысалы, андай неге тура келмеді, айды екіге бөлгенде мысалы жазылған. Анау жазады. Бірақ оған нақты дәлел жоқ. Америкалықтар жас. Нақты дәлел болмайды. Айды екіге бөлінбейді. Сұлтан бір минут. Бұл атеистер, агностиктер, дінсіздер мынаны түсінбейді да, бұлар айтады. Біздікі логикаға сай дейді. Сен айдың екіге бөлінген сай емес дейді. Енді сен логикаға сай дегенде, сен логиканың бүкіл талаптарды қабылдасай, сен сол айды екіге бөлінді деген қай жерден оқыдың? Қай жерден мен логикам сай және де дұрыс деп. Сенің логикаң қате ма? Логикаң қате ма? Мен бір жерде айттым ба, менің логикам сай, менің логикам мықты, дұрыс. Сен логикаң қате ма деймін? Менің логикам ба? Иә. 50-де 50.
Онда зачем с тобой разговаривать? Онда сені сөйлеп жатқанында қате болып шығуы мүмкін. Сен не айтып жатсың? сонда мен логикамда сөйлегенде қате ма? Ничма, қара, логикада ереже бар. Жақсылап жаттаңдаршы, мұсылмандардан үйреніңдер, сендерге біз үйретеміз, иншалла. Сендер өздері маймылдан тарағанбыз дейсіңдер, сендер біз адам боламыз, уайымдамаңдар. Қара, өзің сенбейтін нәрсені жаттап ал. Біреуге аргумент ретінде алып келу, бұл логикалық тұрғыда абсурд. Мысалға, қандай мысал айтамын? Сен жаңа Құраннан, хадистен бір хадис жұлып алдың да, бірақ сен соны шын қылып тұрсың да, сен өзің үшін сол моментте. И контур аргумент ретінде бізге әкеп тұрсың. Иә? Енді сен соны алсаң, неге басқа хадис тамайсың? Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи екіге бөлінген тарихи факт болып келіп тұр ол жерде. Және пайғамбардың пайғамбар екені. Жерде тарихи факт болып тұр. Ол ешқандай дәлел жоқ, мысал. Кришчиналар табылмаған, басқа болмаған. Сонда табылмаса не істемеді деген сөз шыға ма? Қараңыз, сіз маған бар ғой, мен сізге бір сұрақ қоям, сіз соны дәлелдеп келсеңіз, мен соны қабылдаймын, шын екен. Жақсы, тоқтай тұр, бетик. Сен агностиксің ба? Иә. Сенің позицияң шындық па, дұрыс па сенікі? Иә, жаратушыны жоқтамаймын. Тоқта. Сенің позицияң шындық, дұрыс, ең дұрыс позиция, дұрыс па? Болды. Агностиктер жаратушы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Дұрыс па? Иә. Болды. Енді болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген не екенін білесің ба? Яғни былай ғой, мысалы. Жоқ, мен сұрағыма жауап берші, келе жатыр. Тоқта. Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген не екенін білесің ба? Иә. Не ол? Ол агностиктер. Тыңдай енді. Қарай. Қараңыз. Микрофон жабам, осыдан Ричмонд, мен дальше сенімен сөйлеспеймін, қара. Сен айтып жатсың, что сенің позицияң шындық, дұрыс позиция деп тұрсың. Сен айт. Неме сен сұрап жатырмын, агностик деген жаратушың болуы да мүмкін дейді. Болмауы да мүмкін, білім жетпейді оған. Біле алмаймыз дейді. Дұрыс па? Енді қара, болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген болжамда. А болжам ешқашан ақиқат болмайды. Соответственно, сенің позицияң ешқандай ақиқат емес. Болды. И с тобой разговаривать дальше смысла тоже нет. Сонда Аристотельдің жер шар тәріздес деген болжау қазір өтірік па? Аристотельдің саған қатысы жоқ. Жоқ, менің сұрағым, болжау ол ақиқат емес деді. Аристотель айтады, Құдай бар дейді. Сен оны мойындайсың ба Аристотельді? Тоқтаңыз, мен Аристотельді агностик немесе атеист деген жоқпын ғой. Онда несін айтып жатсың оны? Аристотельші бір фактілерге үйіне отырып айтты. Аристотель айтқан жер домалақ тәріздес деді. Шар тәріздес деді ма? Бізде мынандай сұрақ бар да, Аристотель оған жердің үстіне шығып көріп келіп па? Бізде мысалы пайғамбарымыз саллаллаху жердің үстіне шығып көріп келген миғраж оқиғасында. Тоқтаңыз, сіз түсінбедіңіз. Сен қалай бекітесің оны? Түсінбедіңіз. Мынау ағам айтты жаңа. Болжау ол ешқашан ақиқат емес деді ма? Енді мен айтып жатырмын. Аристотель жерді шар тәріздес деп болжап кеткен дедім. Сонда Аристотельдің айтқаны ол ақиқат емес па? Қазір дәлелденіп тұрған нәрсе. Одан кейін ол дәлелденбеді ма? Міне, молодец, Орхан Райвер. Ричмонд. Ау. Аристотель болжамдады, иә? Иә. Ол қазір әлі ақиқат күйіне өтпеді ғой. Қалай сонда? Жоқ, тыңдасайшы. Ол болжамдаған кезде ақиқат күйіне өтпеді әлі, иә? Болжам болып тұр ғой әлі. Болжап кетті, иә. Енді одан кейін ешқандай ғалымдар шығып зерттемеді ма? Зерттеп, оны дәлелдеді Аристотельдің сөзін. Сенің түсінігінде жер домалақ па? Шар тәріздес. Шар тәріздес емес, сопақ тәріздес десек те болады. Значит, Аристотельдің теориясы дұрыс емес қой? Болжамы. Не үшін? Сен домалақ деп айттың ғой жаңа. Ол кішкене сопақтау, еще 23 градусқа қисайып тұр ол еще. Айналған кезде, айналып тұр ғой қазір, айналған кезде кішкене жалпияды ол еще. Оны не істейміз? Иә, оны мойындаймын, бірақ... Онда Аристотельдікі өтірік дейсің ба? Болжам өтірік қой оның. Қалай мен айттым? Менің ответім мынандай болды.
Аристотель жердің шар тәріздес. Мен тоқтаңыз. Мен айтқан жоқпын ғой. Жер яғни Этот Муслим, сізде мынандай шығып тұр ма? Қараңызшы. Так, қазір көрсетемін. Менюді басқан Не, мына кете бергенше мен бірдеңке айтып жіберейінші, бұл жігіт түсінбей жатыр да ана нәрсені. Оның қазіргі позициясы бар ғой, қазіргі абдукция болып тұр да. Ал Аристотель ол уақытта абдукция жасады. Кейін оның абдукциясы ақиқатқа айналды ше. Енді бұл өзінің позициясын ақиқат қылып шығару үшін ол дәлелденуі керек та. А бұлардың абдукциясы, сол абдукция қала береді, ол өзгермейді ешқашан. Ол промежуточный форма, ол қала береді, болды. Ол либо жоққа шығады, либо барға шығады, болды. Қалай ойланады ризамын. Қалай дейсіз, Фурқан? Мынау менюді басып қазір біте салайыншы мен. Мен анда эфир ашып бастаған қоям. Сосын жаңағы қимылдап тұратын анимацияны басам, бірақ екеуінің біреуін ғана таңдау керек. Сізде оң жақта 3 нүктеден кейін Сұлтан қазір 3 нүктеден кейін волшебная палочка шығып тұра ма сізде? Бәрін естіп отыр. 3 нүкте деген қайсыны айтып жатсыз? Мынау оң жақтан санағанда 3 нүкте, потом қазір. Эфирден кейін сөйлесе салайық, Фурқан, мешать етпей ақ қойын эфирге. Жалғастыра беріңіздер неше. Секунд просто волшебная палочка шығады. Сол кезде меню ашылады ғой, сізде де, менде де, бәрімізде волшебная палочка башқан кезде фон деген шығады, басқа деген шығады. Муслим, бүгін не болды? Эфир болды ма? Қазір түсіндіре салайыншы. Фон шығады ғой. Осы жерден фонды таңдап аласыз. Одан кейін екіншісіне қайтадан сол менюға кіресіз де, эффектті таңдап аласыз. Бұл эфир ашқаннан кейін істейміз, е? Да, эфир ашқаннан кейін. Одан кейін осылай бір-біріне келіп тұра береді осылай. Кім болды Муслим? Кейінде біз бүгін анау Рахмет па, Паяхмет па, кім соның қателіктерін шығарамыз. Спасибо ма? Без қателік жіберген ғой. Ау? Спасибо ма, спасибо. Иә. Жарды картошканы. Сұлтан айта ғой, Сұлтан не түйдің? Сұлтан айта ғой. Сұрағым бар еді. Туалетке кетіп қалды. Сұлтанбей. Сонымен Ричмонд. Ганнибал. Жоқ, Ганнибал мықты. Ганнибалдың тактикасы. Фатих Сұлтанның тактикасын білмейсің ба? Таудан кемен асырып өткен, Константинопольді күйреткен, құлдыратқан. Білмейсің. Проблема емес. Білмеген нәрсен білмедім деп айтып ета нормально, өзіңді көрдің ғой. Кішкене іздене ғой. Кішкене іздену керек, Ричмонд. Шығара тұрған себебі смысл жоқ. Кім? Ричмонд, саған бірдеңе айтамыз, сен бірдеңе айтасың, бірдеңе айтасың. Еще әр сөзінде жеңіліп қалып отырсың. Одан да кішкене зерттей жүр. Иә. Анау атеистер мен тәңіршілердің несіне той болмасайшы? Жоқ, мен солай деп соларын айтып. Ау. Бірақ болып тұру жаңа. Ұйқың келіп отыр ма? Бәрін тыңдап отырмын. Ғой? Енді андай қатып жатсың. Адам дейтін маймылдан жаратылған дейді, топырақтан жаратылған дейді. Негізі балықтан жаратылған Сұлтан. Сұлтан ұйықтап отыр ма өзі? Ұйықтап отыр. Сұлтан оян. Қожа келеді қазір. Ашу дала деген бар еді ғой. Сондай адам не заттан жаралған болса, Спирмадан ғой. Сұлтан, сен не деп ойлайсың? Спирмадан жаралған ғой адам, прикинь. Сұлтан мас сияқты ояды шынымен, е? Сұлтан, экран буланып кетті ғой телефон, үрлеме экран. Фурқан, Сұлтанды шығара сал. Шығара сал. Сұлтан, үстіңе бір шелек су құйды. Негізі ізденуші бағыт сол болып жатыр, братан. Осы болып тұр. Ол деп оларға уағыз айтудың қажеті жоқ болып тұр ше, анау. Осылай кішкене аздан кішкене бірдеңемен түсіндіру болып тұр.
Жаңа менің ойым мысы басылып несі қайтпай қойсын дегенім, мұртсынбай қойсын дегенім ой. Әдем. Осылай болса сөйлесек, басқаға керек емес. Алейкум ассалам, Маки. Мәке, ассалам. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Бүйтіп қойып кейін 100 жылдан кейін эволюция анықталса, рас болып шықса, қандай шешімге келер едіңдер дейді. Әлі мынау Ей, ол 100 жыл деген қате ғой, эволюцияларың миллион жылда ауыспайтын бет. Математиканы үйретеміз, не істейміз болады. Эволюцияны дәлелдеу үшін бірінші абиогенез дәлелдеу керек. Мертвый материядан қалай живой материя пайда болды. Эволюцияның басы содан басталады. Эволюция вообще бармай-ақ қойды. Бірінші оған да ешқандай дәлел жоқ. Оны чат GPT-ға тересінен Қазақстан кеше нормально сөйлесіп отырып еді. Әдем.